Сен әйеліңді жай шаршаған не еріккен деп жүрсің ба? Жоқ, ол күйіп жанып кетті. Ол саған жанымен айқайлады. Бірақ сен тек дауысын естідің. Ол сенің түсінгеніңді қалады, ал сен миымды жемеш деп тыңдағың келмеді. Ал қазір тыныштықты таңдап отырсың. Ол енді сен қайдасың деп сұрамайды. Қайда, кіммен жүргенің оған қызық емес. Білесің бе неге? Себеп оған бәрібір. Сен арманыңа жеттің. Тыныштықта ешкім ренжімейді, шу шығармайды, бірақ онымен бірге барлық жылулық та кетті. Оның қамқорлығы, уайымы, махаббаты, отбасын сақтап қалғысы келген қалауы да. Ол мәңгі солай қалады деп ойладың ба? Ол барлығына шыдайды дедің бе? Жоқ, қателестің. Тіпті ең мықтымын дейтін әйелдер де сынады. Жай дыбыссыз. Сосын бір жолата кетеді. Сен ол үшін бөтен адамға айналғаныңды байқамадың. Сенің өмірің оған қызықсыз, ал түрің жек көрінішті. Сен үйіңде әйеліңмен оянасың, бірақ ол енді басқа. Ол жаныңда, бірақ ол жоқ. Сен өзіңнен өзің жеңілдің. Себебі махаббатты солай болу керек деп қабылдадың. Бірақ махаббат күнделікті таңдау.